Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді панкейктерді жасаймыз. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Қант пен жұмыртқаны жақсылап, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Қантымыз еріп болған соң, оған жылы сүт қосамыз. Сүтіміздің температурасы өте маңызды, өйткені сүтіміз өте жылы болу қажет. Егер де сүтіңіз мұздай болса, оны жылытып қосқан жақсы. Одан кейін ұнымызды қосамыз, және де жарты шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонымен қатар достар, егер де сіз құймақ жасап көргіңіз келсе, жоғарыда сілтемесін қалдырамын, міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалу жолы оп-оңай. Одан кейін осылай ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап басын біріктіріп араластырамыз. Енді панкейктерімізді пісіреміз. Ол үшін қыздырылып тұрған табаға осылай әдемілетіп құямыз. Беті дөңгеленгеннен кейін екінші жағын аударамыз. Әртүрлі қылып әсемдесеңіз болады. Мен шоколадты ертіп осылай видеодағыдай құйдым. Келесіде мен фарш қосылған пирогты жасаймын. Рецепті жіберіп алмау үшін лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар, назарларыңызға рахмет.